Сәлеметсіздер ме балалар, сабаққа қош келдіңдер. Eyes Open 5-ші сыныптың 4-ші юниттің 45-ші беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Балалар, тапсырманы орындамастан бұрын, көшіріп алғаннан бұрын сабаққа 5-10 минут уақытымызды бөліп, толығымен тыңдап шығамыз. Тек содан кейін ғана тапсырма орындаңдар. Сол кезде сендерге барлығы түсінікті болады. Оқылым тапсырмасы екен, блог туралы. Look at the pictures. Where does the boy come from? What do you think he does in his free time? Read the blog and check your answers. Бізге мына тапсырманы оқып аударып алу қажет. Hello from Bogota. Боготадан сәлем, не? Блог деген яғни бізде Instagram секілді, TikTok секілді бұл балада өзінің блогынан хат жазып отыр екен. Hi, my name is Paco and I'm from Bogota in Colombia. Мен сәлем, менің есімім Пако және мен Боготадан, Колумбиядамын. Bogota is a capital and over 7 million people live here. Богота бізде ол Астананың қаласы. Астана және де онда 7 миллион адам тұрады дейді. Colombia has a population of 47 million. Жалпы оның халық саны 47 миллион. We speak Spanish. Біз испан тілінде сөйлейміз. I'm 11 years old. Мен 11 жастамын. And I started San Cristobal Secondary School 6 months ago. Және 6 ай бұрын мен сабақты оқып бастадым дейді. Сан Кристобал деген мектепте. This is a photo of me at school. Бұл менің мектептегі суретім. But I'm not at school now. Дәл қазір мен мектепте емеспін. It's 2:30 in the afternoon here and I'm relaxing at home. Дәл қазір бізде сағат 2:30 дейді күндізгі, және де мен үйдемін. School starts at 7:30 in the morning. Таңертең сағат 7:30-да басталады сабақ. So I get up at 5:30 and have a shower. Мен таңертең 5:30-да тұрып, душ қабылдаймын. Then I have breakfast with my family. Одан кейін мен өзімнің отбасыммен таңғы ас ішемін. My dad starts work in a car factory at 7 o'clock. Менің әкем жаңағы көлік шығаратын зауытта жұмыс жасайды дейді. Оның жұмысы сағат 7-де басталады дейді. My mom is a shop assistant. Ал менің мамам дүкенде көмекші. She starts at 10 o'clock. Оның жұмысы сағат 10-да басталады. My sister is 17. She finished school a year ago and now she's working in my mom's clothes shop. Менің әпкем 17 жаста дейді. Ол былтыр 1 жыл бұрын мектепті аяқтаған. Дәл қазір менің анаммен бірге жұмыс жасайды. I leave my house at 6:30 and walk to school. Мен үйден сағат 6:30-да шығып, мектепке жаяу барамын. I like my new school and I've got lots of friends. Өзімнің мектебім өзіме ұнайды және менің көптеген достарым бар. At break time we usually play football. Үзілісте біз әдетте футбол ойнаймыз. I don't have lunch at school because school finishes at 11:30. Мен әдетте мектептен түскі ас ішпеймін, өйткені менің сабағым 11:30-да бітеді. That's when I go to the park with my friends to play football again. Одан кейін мен өзімнің достарыммен бірге саябаққа барып футбол ойнаймын. At 1:30 I go home and have lunch. Сағат 1:30-да үйге барып түскі асымды ішемін. My mom cooks really good arepas, little corn breads. Менің анам күшті тамақ әзірлейді. We eat them with soup or meat. Мына тамақта деп тұр ғой. Біз оны тамақпен бірге, сорпамен немесе етпен бірге жейміз. I love Colombian food. Мен Колумбияның тамағын жақсы көремін. I love video games. I play online every day with friends. Мен видео ойындар ойнағанды жақсы көремін. Мен күнделікті өзімнің достарыммен онлайн ойнаймын. I do homework too. Мен үй жұмысында жасаймын. I want to be a pilot, so I study really hard. Мен ұшқыш болғым келеді, сол себептен көп сабақ оқимын. What about you? Сен ше? Tell me about your family and your day. Сен өзінің отбасың және де күнің қалай өтеді? Сол туралы маған жаз деп берген екен. Енді осы жерде екінші тапсырмаға ауысайық. Read the blog again and answer the questions. Мұнда сұрақтарға жауап береміз. How old is Paco? Paco неше жаста?
Неше жастайыт Paco? How old is Paco? Paco 11 жаста екен. 11. How many people in his family have a job? Оның отбасында неше адам жұмыс жасайды? 3 адам жұмыс жасайды екен. What is Paco's routine in the morning? Оның таңертеңгі іс-әрекеті қандай? He get up at 5:30 and have a shower. Таңғы 5:30-да тұрып, душқа түседі екен. Келесі. Бізде үшінші тапсырма. Үшінші тапсырмада не деп берілген екен? Find these numbers in the text. What do they mean? Мына сөздерді дейді мәтіннен тап деп берген екен балалар. 7 million. Мінекей 7 million. Біріншісі 7 million деп жазып қояйық. 7 million. Екіншісі 17. 17. Мінекей my sister is 17. Sister is 17. Әпкем 17 жаста деп айтқан. 47 миллион. Мінекей 47 миллион. Және де 11:30 деген табуымыз керек. Мінекей finishes at. Оның сабағы 11:30-да аяқталады екен. Келесі. Read the article again. Find the phrases with have. Have-қа байланысты фразалар тап дейді. 3 фраза тап дейді. Have-қа байланысты. Қазір жазатын боламыз. I have breakfast деп жазамыз. I have breakfast. I have breakfast. I don't have lunch. I don't have lunch. Мен түскі ас ішпеймін дейді мектепте. Және ең соңғысында тағы бір сөйлем керек have-қа байланысты. Have a shower. Душ қабылдау. Have a shower. Келесі тапсырма. Complete the sentences with have or has and the words in the box дейді. Мұнда бізге сөйлемдерді have немесе has-бен аяқтауымыз қажет. Әдетте have-ты біз қай кезде қолданамыз? Have-ты біз I, they, we, you болған жағдайда have қолданамыз. He, she, it болған жағдайда has қолданылады. Мысалға I-да біз have болады. Мұнда жазып кетемін, не? I have, бірінші деп жазайын. I have a shower деп алайық. I have a shower. Мен таңертең душқа түсемін, не? I have a shower. I have a dinner. Мен кешкі ас ішемін. Өзімнің отбасыммен бірге сағат 7-де дейді. My brother has when he comes out of school. A snack. My brother has a snack. Және төртіншісі when I'm hot, I have a drink. Маған ыстық болғанда мен салқын су ішемін дейді. Келесі 6-шы тапсырма. Work with a partner. One of you is Paco. Ask and answer the questions. Мынау жерде партнермен жұмыс істейді. Сен өзіңді Paco елестетіп, мына сұрақтарға жауап бер дейді. How many people live in your city? Сенің қалаңда неше адам тұрады дейді. Енді осы жерден жауап жазайық. Примерно. Не деп жазып береміз? In my. Шамамен жазам, е? In your city. 1 million деп ала берейік, е? 1 million people live
in my city. Менің қаламда шамамен 1 миллион адам тұрады. How old are you? Сен неше жастасың? I'm 10, я? Мен 10 жастамын. Немесе 11. What jobs do your parents do? Сенің атаңнан не жұмыс жасайды дейді. My father job is mechanic. Менің әкем механик болып жұмыс жасайды дейік. My mother job is менің анамның жұмысы is a doctor, дәрігер деп алайық. Келесі 4-ші сұрақ. Where do you have lunch? Сен түскі асты қайда ішесің дейді. I have lunch at home. Мен түскі асымды үйден ішемін. Және 5-ші сұрақ. What food do you like? Сен қандай тамақ жақсы көресің? I like бауырсақ and бешбармақ. Мен бауырсақ және бешбармақ ұнатамын. Мұнда бізде 7-ші тапсырмада Джин Янг мен Паконың өмірі туралы айтылған, салыстырмалы түрде екеуін салыстырып жазыңдар деген екен. Мысалға, Джин Янг school day starts at. Джин Янгның сабағы қай уақытта басталады, және Паконың сабағы қай уақытта басталады. Сол туралы жазу қажет екен балалар. Оны енді өздерің салыстырмалы түрде екеуінің мәтініне қарап салыстырып жазыңдар, жарайды ма? Осымен сабақ аяқталды. Келесі сабаққа кездескенше сау болыңдар.